Мен сіздермен бүгінгі өтетін 5 сыныптағы жаңа сабағымыздың тақырыбы ғұн тайпаларының бірігуі. Осыған дейін біз сіздермен сақтар, үйсіндер, қаңлылар туралы өткен болатынбыз балалар. Енді бүгінгі күні біз сіздермен жаңа тайпа ғұндар туралы танысамыз. Зерттеу сұрағы: неге мөде шаню жер мемлекеттің негізі деді? Оқу мақсаты: ғұндардың қоныс аудару бағыттарын тарихи картадан көрсету, картада тайпалық одақтардың орналасуын көрсету, ежелгі мемлекеттік бірлестіктердің құрылуының алғы шарттарын білу. Сабағымыздың мақсаты: тарихи фактілерге және карталық мәліметтерге сүйене отырып, тарихи оқиғаның даму желісін құрастырамыз, тарихи фактілердің маңыздылығын түсінеді, тарихи кезеңдердің ерекшеліктерін анықтайды және салыстырады. Бағалау критерийлері бойынша міне қарап шығыңдар балалар. Жалпы балалар, мына картадан көріп отырғанымыздай, ғұндар біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасыр және біздің заманымыздан 4-ші ғасыр аралығында өмір сүрген шығыстағы ең үлкен империялық бірлестік. Ал енді балалар, білімленд ресурсынан бейнематериалды қарап, тірек сөздерді өз дәптерлеріңе жазып алыңдар. Біздің заманымызға дейінгі 1-ші мыңжылдықтың ортасында Алтай, Оңтүстік Сібір және Шығыс Қазақстан аумағында ғұн тайпалық одағы қалыптаса бастады. Қытай деректерінде ғұн атауы Хунну деп берілген. Олар Еуразия тарихында жауынгерлік даңқымен атағы шыққан. Ғұн мемлекетінің өрлеуі мөденің атымен байланысты. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырда мөде Қытаймен соғыста жеңіске жетіп, ғұн тайпаларының басын біріктіріп, билеуші Шаньюй атанады. Оның билігі үстем болып, аспан ұлы деген атаққа ие болады. Мөде Шаньюйдің билікке келуімен ғұндар жерлерін кеңейту үшін көршілес тайпаларға жорықтарын бастайды. Ғұн, үйсін, қаңлылар бір-бірімен көрші елдер болатын. Ал ғұндар мен Қытайдың Хан династиясы арасындағы соғыс біздің заманымыздан бұрынғы 188 жылы Хан династиясы әскерлерінің жеңілісімен аяқталады. Мөденің билігін мойындаған Қытай императоры ғұндарға жыл сайын алым салық төлеп отыруға және Қытай ханшасын мөдеге әйелдікке беруге мәжбүр болады. Ғұндар негізінен киіз үйде тұрған, бірақ қысқы тұратын үйлері де болған. Тері мен жүннен тоқылған маталардан киім киген. Бай ауқатты адамдар киімдерін жібек матадан тіккізген. Ғұндардың материалдық мәдениеті ерекше дамыған. Олар темір және қола өңдеумен қатар қыштан ыдыстар жасаумен айналысқан. Сондай-ақ ғұндарда зергерлік өнерде жақсы дамып, күміс пен алтыннан әшекей бұйымдар жасаған. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықта ғұндарда көшпелі мал шаруашылығы жақсы дамыды. Әсіресе жылқы малын ерекше қастерлеп көбейткен. Тарихта мөде Шаньюй елі мен жерін қастерлеген тұлға ретінде таныс. Аңыз бойынша, көрші Дунху билеушісі ғұндардың жеріне сұқтанып, оны басып алудың айласын жасай бастайды. Алдымен мөдеге елші жіберіп, сұлу әйелін беруін сұрайды. Мөде, әйелім елімнің садағасы, алсын деп әйелін береді. Дунху елшісі 2-ші рет келіп, аузымен құс түстеген жүйрік тұлпарын сұрайды. Мөде, тұлпарым елімнің садағасы алсын деп атын бергізеді. Әбден асқақтаған Дунху билеушісі 3-ші рет мал жанға қолайсыз жеріңді бер деген талап қояды. Осы кезде мөде, әйелім мен тұлпарымды берсем де өзімнің жеке меншігім болатын. Жердің иесі халық, жер халықтың игілігі. Еліме жерді тәңір берген. Жер болса халықта болады, мемлекетте болады. Жер мемлекетіміздің тірегі мен ырысы, құты. Оны қалай береміз деп қатты қаһарланып, Дунхуларға қарсы соғыс ашып, тас талқандарын шығарып, жеңіске жетеді. Жаңа видеодан көргендей балалар, мөде ғұн мемлекетінің негізін қалаушы. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырда мөде Қытаймен кескілескен ғұн тайпалары біріктіріп, ғұндардың билеуші Шанью деген атақ алады. Ол шексіз билікке аспан ұлы деген атаққа ие болған екен. Ал енді балалар, дәптерлеріңді ашып, мына сөздерді жазып алыңдар. Жалпы ғұндардың енді қоғамдық құрылысы жайлы тоқталып өтейік. Жалпы ғұндардың билеушін Тәңірқұт Шанью деп атаған екен. Төмен басы Шаньюден кейінгі басты тұлғалар. Ру саны 24 ру болған екен. Ал ұлыстардың саны 30. Әр руда 10 мыңнан әскер жасақталған.
міне көріп отырсыңдар балалар, иә, жалпы олардың әскерлері, жауынгерлері қандай болған екен. Әскердің жалпы саны сонда 24 мың әскер болған екен. Жалпы енді әскерлердің негізі атты әскерлер болған екен бұларда. Мықты атты әскерлер. Ал енді балалар, ғұндар туралы Ерден атаның әңгімелерін тыңдайық. Енді Қара теңіздің солтүстік жағалауына грек саудагерлері қоныстанады. Ай мен Дон өзендерінің арасына герман тайпасы готтар орналасады. Алайда Еуразия әліге дейін сақтар ұрпағы, Сармат, Үйсін, Қаңлы, ғұндар сияқты алып елдердің меншігі болатын. Олардың арасындағы ең мықтысы көшпенділердің империясын құраған ғұндар еді. Олар Қазақстанның қазіргі территориясымен қоса солтүстік Қытай, Монғолия мен Байкал территорияларын мекендеген. Олардың күш-қуаты Қытай мемлекетін ұлы Қытай қорғанын салуға мәжбүр етеді. Ғұндардың Мөде атты әміршісі Қытайға қарсы бірнеше сәтті шапқыншылық жасап, Хан империясының билеушісі Гао Цзуды жыл сайын алым салық төлеткізеді. Кейінірек ғұндардың саяси ықпалы Тынық мұхиттан Каспий теңізіне дейін кеңейді. Ал келесі балалар Дарын онлайн платформасы арқылы 10 сұрақтан тұратын ғұндар туралы тест орындайды. Бірінші сұрақ: Еділ жөнінде құнды дерек қалдырған кім? Аттила операсын жазған итальян композиторы кім? Жер дегеніміз мемлекеттің негізі, оны қалай береміз деген ғұн басшысы кім? Ғұндар жөнінде маңызды дерек қалдырған кім? Қытай деректерінде ғұн атауының пайда болған кезі. Ғұндар мемлекеті әскери жүйе бойынша неше қанатқа бөлінген? Аттиланы ғылымға енгізген қазақ ғалымы кім? Ғұндар мен Қытай елі арасындағы соғыс қимылдары қанша уақытқа созылды? Еділ ғұн жауынгерлерінің Галиядағы Каталаун даласындағы шайқасы қашан болды? Шығыстанушы Гумилевтің мәлімдеуінше, ғұн державасының пайда болған мерзімі. Осы сұрақтарға жауап беріп, балалар, менің WhatsApp-ыма жібересіңдер, сосын мен сендерге кері байланыс жасаймын. Келесі балалар, үйге тапсырма аламыз. Оқулықты ғұндар туралы оқулықтан оқимыз ғұндар туралы. Сонымен қатар Мөде қағанға хат жазып, өздеріңнің көкейлеріндегі сұрақтарға жауап алыңдар. Мына астында бізде көмек болатын қажетті сөз тіркестері берілген. Мысалы, құрметті Мөде Шаню, менің ойымша, сізден сұрағым келгені, жауынгерлердің әскери қарулары және Қытай деректерінде. Назарларыңа рахмет.